Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сыйлыққа алған әдемі раушан гүлдерді тез солдыртып алмай, үйде ұзақ уақыт бойы сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен гүлдерімізді сыртындағы қағазынан босатып аламыз. Гүліміздің суға тиіп тұратын төменгі бөлігінде артық жапырақтар немесе тікенектер болса, алып тастасаңыздар болады. Барлығын қағаздан босатып алғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай түп жақтарын қайшының көмегімен қиғашынан кесіп тастаймыз. Ал енді гүлді салатын ыдысымызға немесе вазамызға фильтрдан өткен салқын су құямыз. Фильтрдің суы болмаса, кранның суы да жарай береді. Және бір шай қасықтай шекер салып жібереміз, немесе бір таблетка аспирин салсаңыздар да болады. Гүлімізді су құйылған ыдысымызға осылай әдемілеп салып шығамыз. Гүліміз тұратын бөлменің температурасы 15-18 градуста болғаны жақсы, өйткені қатты ыстық бөлмеде гүліміз тез солып қалуы мүмкін. Осымен гүліміз дайын. Осы көрсетілген әдіспен жасайтын болсаңыздар, гүлдеріңіз 2-3 күнде тез солып қалмай, ұзақ уақыт бойы әдемі болып жайқалып ашылып тұратын болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болған болса, ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Гүлдің түсіп қалған артық күлтелері болса, тастап жібермейміз, осылай ванна қабылдасаңыздар да болады.